Достар, баршаңызға сәлем, менімен болғандарыңызға рахмет. Маған тіркеліңіздер және лүпілдеріңізді аямаңыздар. Бүгінгі жаттығуымыздың аты ол для раскрытия глаз дейді. Упражнение очки. Бұл жаттығуды жасамас бұрын жақсылап тыңдап және де бір-екі рет көріп, содан кейін жасағандарыңыз абзал. Өйткені жаттығу оңай емес, көбісі дұрыс жасалмайды. Ол үшін сұқ саусақтарымызды біріктіреміз және де осы жерге ұшын ғана қоямыз. Саусақтың тырнақты қоямыз деуге де болады. Ал енді астыңғы бас бармақтарымызды осылай тегіс астыңғы нижний векамызға қоямыз. Ал үстіп қойып аламыз. Бұны біз исходное положение дейміз. Астыңғы векаға қатты баспаймыз, тартпаймыз астыңғы нижний веканы. Жай ғана үстінде тұрады. Ал үстіңгі саусағымызды кішкене ғана тырнағымызбен бүйтіп іліп аламыз. Үстіп тұрып, көзімізді қатты жұмамыз, көзімізге бірдеңе кіріп кеткендей. Сосын челюстімізді былай қатты итіп, бүйтіп қинамаймыз. Тек қана көзімізбен жұмыс істейміз. Көзімізді қатты жұмамыз да 20-ға дейін санаймыз. Ал кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Көзіңіздер ма, астыңғы нижний векама ешқандай салмақ түскен жоқ. Тек қана мына жерді тартып тұрдым. Солай көзімді қатты былай барынша жұмып упражнение жасадым. Солай 20-ға дейін ғана санайсыздар. Әрдайым қолдарыңыз таза болған дұрыс. Ал егер бетіңіз майланып, қолыңыз тайып кете беретін болса, астына салфетканы, жұқа қағаз салфетканы бар ғой, соны қойып салып істесеңіздер болады. Сол кезде беттеріңіз, саусақтарыңыз бетіңізден таймайтын болады. Менімен болғандарыңызға рахмет. Күнде жаттығып отырыңыздар. 2 апта үзбей жасасаңыздар, сізде міндетті түрде результат болады. Ал ол результатты көргеннен кейін сіз өзіңіз күнде жасайтын боласыздар. Уақыттарыңызды босқа өткізбеңіздер. Менімен бірге жаттығу жасаңыздар. Қош сау болыңыздар.